Баршаңызға сәлем, керек емес арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырып қызылшаның денсаулыққа қандай пайдасы бар. Қою қызыл көкөністер тағамдарымыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп. Ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозаратынын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшықетті. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында азат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Бірінші, қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальцийдің есебінен қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Екінші, іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Үшінші, бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Төртінші, асқазандағы ауырлық. Әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына жақсы көмектеседі. Бесінші, тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін де қолданады. Егер сізде төменде айтылған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Бірінші, сусамыр. Бұл қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Екінші, құяң немесе несеп тас ауруы. Қызылша құрамында бұл ауруларда қарсы көрсетілетін қымыздық қышқылы бар. Үшінші, іш өтуіне бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері керек емес. Қызылшаны қалай пісіреді? Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Екінші, көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Үшінші, суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Төртінші, түбін кеспеңіз. Және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметр қалдырыңыз. Әйтпесе, қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Бесінші, пісу уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз немесе өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Алтыншы, егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне пісу ұзақтығына әсер етпейді. Және де жетінші, егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет болады. Ал сіз күнделікті қызылшаны қолданасыз ба? Күз мезгілінде қызылша көкөнісін көбірек жеңіздер. Достар, бүгінге осы.
Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.